Dostlar, hoş geldingizler. Bugün sizlerмен birge balıktan kotlет dayındaytын bolamız. Farşımızga piyazımızды usақтап, турап қосамыз. Жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз бұрышымызды қосамыз. Жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Dayım болған farşımızды өзімізге қажетті формада жасаймыз. Арасын қаттырақ қыса отырып, бір-біріне біріктіреміз. Ұнымызға аунатып аламыз. Dostlar, video sizlerге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Отымызға табамызды қойып, майымызды қойып қыздырып аламыз. Котлетімізді қоямыз. Biraz asты қызарғанша котлетімізге тиіспейміз. Қызарғаннан кейін екінші бөлігін аударып қоямыз. Екінші бөлігін қайтадан толығымен қызарғанша аударамыз. Табамыздың бетін жауып, отымызды азайтып, 10 минуттай ыстап, екінші бөлігін аударып, тағы да 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Котлетimiz dayın, demi öte keremет, жұмсақ болып шығады, жасап көріңіздер.